Құрметті менің каналыма кіріп тамашалап жүрген достар, бүгін біз сіздермен картоптың бір жаңа түрін, әдемі, сүйкімді, дәмді түрін дайындауға тырысып жатырмыз. Ол үшін біз картоптың ең майда-майда жаңада шыққан картоптың майда-майда түрлерін таңдап алдық. 1,5 килодай. Сосын бір бау укроп керек. Сосын оны бір қайнататын су керек. Ол суымыз қазір қайнап тұрады, аршып болғанша. Сосын ары қарай қалай дайындауын көреміз. Міне суымыз қайнап жатыр. Картошканы аршып қойдық, картопты. Укропты турап қойдық. Енді қайнап жатқан суға тұз саламыз дағы. Қазір картопты бір 10 минут қайнатып аламыз. 10 минуттан ары қайнатпаңыз, ары қарай пісіп кетеді ол. Вот жартылай пісу керек картоп. Ешқандай араластырмаймыз. Тұзын салып жібереміз. Болды. Қазір өзі қайнайды. 10 минут. 10 минут кейін алып, майлап, укроп араластырып, духовкаға салып жібереміз. Сонда қып-қызыл әдемі картоп болып сүйкімді болып піседі. Алла қаласа. Мына мына картошкамыз өте жақсы қайнап жатыр. 5-10 минут қана қайнаттық. Оны құрғатып, неге саламыз. Басын өшіреміз дағы. Енді үстіне 50 граммдай сұйық майды құямыз. Оның үстіне укропын салып жібереміз. Укроп көп болған сайын дәмді болады. Енді бұны шайқап жіберу керек. Араластырып шайқап жібереміз. Енді осыны қазір духовка қызып тұр. Духовкаға 20 минут саламыз. Көрдіңіздер, әдемі картошка қазір картоп болып піседі. Енді духовкаға осыны салып жібереміз қазір. Міне 20 минут өткеннен кейін пештен алып, мына картошкаларымыздың мына қызарған ас жағын жоғарысы қаратып, әдемілеп қоямыз. Енді ас жағы қызарады. 20 минут өткеннен кейін аламыз, Құда қаласа. Енді екінші жағын қызартып алдық, міне көрдіңіздер. Сондықтан барлық жоғы 20 минут бір жағына, 20 минут бір жағына, 40 минут уақыт кетті. Қазір оны біртіндеп, әдемілеп мына ыдысқа сала бастаймыз. Мені қандай қараңыздар, жаңа пештен алып шықтым. Қандай керемет картоп болды. Сырты қытырлақ, сыртын бөліп ашып жүрсеңіз, сырты қытырлақта, міне іші жұмсақ өте. Жеуге сондай тамаша. Бұны жанына ет қорып қойсаңыз да болады, пісіріп қойсаңыз да болады, кейбір салаттарды қоссаңыздар да болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Картопты жай дайындай салмай, өстіп түрлендіріп дайындасаңыздар да болады. Егер менің осы тамақ дайындаған осы картопым бар, басқа да видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сондықтан сіздерге осы уақыт болып көргендеріңізге өте рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.